Қуандық Түменбай, өлілер мен тірілер, көсемсөз және деректі әңгімелер. Құрметті тыңдарман, осы каналға тіркеліп, лайк бассаңыз, қазақ контентін қолдағаныңыз деп білемін. Мұнар күн, деректі әңгіме. Қорқақтың көзінің үлкендігіндей тесіктен кезекші милиционердің сықсиып қарағаны анық көрінді. Бұл күндегі дағды. Іле темір есік салдыр етіп жартылай ашылды. Ажал камерасы дарбазасының бар ашылғаны осы. Іші қапысқан арғы адам қырындап әзер өтеді. Сөйтті де жиналмалы керуетті әкеп, темірін нәрмен қатар қойды. Түрменің заңы қылмыскер тіл қатуға болмайды. Ал атылуға бұйырылғандар тіпті артық қимылға бармайды. Оның әр қимылы әлгі тесіктің арғы жағындағы көздің бақылауында. Абылай орнынан тұрмады. Әдетте түрме бастығы немесе прокурор келіп, қапас камераны тексергенде, есік ашылғаннан қылмыскер екі қолын артына ұстап, орнынан ұшып тұратын. Абылай үстіне кірген сержантқа мұндай құрмет көрсете қоймады. Әншейінде стат деп ақырып, өзінің биік тұрғанын білсін дегендей билік көрсетіп кететін сақшы сержантта томсарып тіл қатпады. Жиналмалы керуетті жайып салды да шығып кетті. Бұл совет өкіметінің қылмысы көбейіп, тіпті қылмыстыны қамайтын жердің жетпегені ме? Атуға бұйырылғандарды екеуден ұстамаушы еді ғой. Әлде мені жатқызып қойып атайын дегені ме? Жоқ, олай бола қоймас. Жалған болса да советтің көзбояуы заңы бар емес пе? Шағымымды қарап, үкімімді бекітсе, бекіткенін келіп білдірмес пе екен? Әлде үкім бекіп, мынау соның дайындығы болды ма? Абылай орнынан тұрып, торлы терезеге қарай ақсаңдай адымдағанда ауызда тұрған томсарыңқы сержанттың қозғалма деген жан даусы шықты. Қорқағын-ай шіркіннің, есігін құлыптамаған екен ғой. Осындайларды милицияға қалай алады екен? Менің милиция мені қорғайды деген әндеткен күндерім-ай. Абылай темір есік сарт-сұрт құлыпталғанда бері жүрді, сосын қайта әрі жүрді. Бір аяғы ақсақ протез, өлім жазасына кесіліп, кассациялық шағымнан жарық дүниеден үміт күткен еңгезердей адам аядай камерада арлы-берлі жүрді де қойды. Бір кезде темір нарға қайта отырды. Қатар қойылған жиналмалы төсекке қараса, өзінің ажалындай көрінеді. Мені көтереде алмайды ғой мына шүберек. Қазір күн түстен ауып барады. Алды кеш, жұмыс аяғы. Үкімді кешке естірте қоймас. Бұл жерде кім бір минут артық жұмыс істейді дейсің. Неде болса бүгін болмайтын, бірақ ертеңге қалған бір бітпеген тірлік бар. Атуға бұйырылғандарды екіден қамаса бірінің көзін бірі шұқып алады деп ойлама екен бұл жұрт. Жә, құйтырқы ойды қойсаңшы. Адам боп қалады ғой қашанда. Тоңғанды білмейтін еді, тұла бойы тоңазиын дегендей. Қарашаның 7-сі күні қылмыс жасап, бір адамды о дүниелік етті. Қалалық ауруханадағы пеш жағушылық кезекшілігін өткеріп келіп, демалып жатыр еді, соқыр досы Ақмырза сап етіп, аронға барып сыралатайықшы деп қоймады. Шаршап жатыр міне, одан да шелекпен алып келе ғой. Қазір арақ болмаса сыраның жолы жіңішке емес деп еді. Ақмырза көнбеді. Бүгін ұлыстың ұлы күні, таныс бейтаныстармен қыртып тұрып, салқын сыраны сіміргенге не жетсін, кеттік, деп ақыры дегеніне көндірді. Абылай задында көңілшек, достары қиналғанда көп қарсыласа алмайды. Осы жолы сол кеткеннен мол кетіп, тас түрмеден бірақ шықты. Ақмырза болса бостандықта. Сот үстінде басын көтеріп бетіне қарайды алмады. Егер тергеушіге пышақты берген сол еді десе, атылмағанмен оның да бірталай жылды арқалап кетері ақиқат. Пышақ Ақмырзанікі екендігінде ешкімнің дауы жоқ. Бұның пышақ салып жүрмейтінін айналасының бәрі біледі. Өзімдікі деді тергеушіге. Ақмырзаның атын ауызға алмады. Ол куә ретіне қатысты. Көрдім, өлтірді деді. Абылайға осыдан артық жауаптың керегі де жоқ. Тергеуге екінші жолы шақырғанда қара галстукты қылқындыра таққан қырбық мұрт тергеуші. Өлтірген анық өзің бе деп сұрақты төтесінен қойды. Маспын, білмеймін. Сонда сыраға мас боп қалғаныңыз ба? Өзім түнгі кезекшіліктен шаршап шықсам, көзілмей келіп сыра ішсем, неге мас болмаймын? Осы күнге жастар, мына өзің сияқты құрдастарың, аузына алар алмастан неге қалжырап қалады? Ал біз болсақ, иә, сіздің көргеніңіз көп. 17 жасыңызда соғысқа қатысыпсыз, Берлинге дейін барыпсыз. Екінші топтағы соғыс мүгедегісіз, аяғыңыз ақсақ. 2 қызыл жұлдыз орденіңіз бар екен. Нағыз батырдың өзі екенсіз.
деп алдындағы іс тіркелген қатырма қағаздан басын көтерді де, өзіне қарап миығы тартып тұрған дембелше келген еңгезердей кісіге шатынай қарап, кезекші милиционер бір жаққа кетіп қалған жоқ па екен дегендей, орнынан сәл көтеріле есік жаққа мойнын бұрды. Айтыңызшы, өлтіргеніңізді мойындайсыз ба? Өлтірген сіз бе, сіз емес пе? Қарағым, деді Абылай, адамның алқымына пышақ жұмсаған күректей алақанымен маңдайын басып. Мен емей кім дейсің? Онанда не себеппен өлтірдің деп неге сұрамайсың? Сізге ескерту, бұдан былай қолыңызбен маңдайыңызды ұстамаңыз. Тергеу үстінде қолды кіндіктен жоғары көтеруге болмайды, деді де, осы кезекші милиционер бар ма жоқ па дегендей, тағы да орнынан көтеріле есік жаққа қарады. Ал неге өлтірдіңіз? Екі баласын кім асырайды оның? Әйеліне кім жар болады оның? Өзі мәскеулік. Абылай терезе тұсына барып, тармақ-тармақ тордан далаға көз жүгіртті. Дала тас түнек, өлім камерасында сығырайып шам жанып тұр. Алақанын бу жүргізілген темір пештің екі тармағына қойды. Қанжылым бірдеңе сезіледі. Осыны да от жақты деп адам ұстағанша әуре қылмай-ақ қоймай ма? Ай, осы біздің заманның көз бояуына қашан тыйым болар екен? Совет адамдарына түрмеде де қамқорлық, қыста камераларда жылы ұстаймыз деп біреу көкіп есеп беріп жатыр ғой қазір. Түн баласына жалғыз жамылғымен аяғын тастай ғып байлап алады. Әйтпесе көзі ілінгенде үсіп кетуі ғажап емес. Желтоқсанның ызғары бір қазақты қанша мықтымын десе де алып жығатын түрі бар. Күндіз арлы-берлі адымдайды. Әкелген наннан шахмат фигураларын жасап, өзімен өзі шахмат ойнаған болады. Қарсыласы Ақмырза. Ақмырза, жүріс сенікі дейді. Солақ жеңіске жетсін деп бар шеберлігін сарп етіп жүреді, бірақ қарсыласы ұтылып қала береді. Жалпы Ақмырза өмірде шахматты өзінен әлде қайда нашар ойнайды. Оның ұтысы бостандықта жүргені. Адам бостандықтың қадірін тұтқындықта ғана біледі екен-ау. Оның бостандықта болғаны керек мағанда, деп тәубе айтады өзіне өзі. Әлгі өзінің тағдырын тәлкек қылған тергеуші жігіт. Пышақ өзіңдікі ме, қасыңда кім болды? Мұндай қылмысқа кім итермеледі деп тықырақтағанда да оның атын ауызға алмады. Жоқ, оның атын атап көзін бозарта қоймаспын. Оның бостандықта болғаны керек. Серік үшін, Сәпентай үшін. Училищесін бітіріп алса, атылып кетсем, шаңыраққа сол ие болса. Осы үшін де Ақмырзаның бостандықта болғаны керек. Тіпті қылмысқа қатысты деп Ақмырзаның аты аузымнан шықса, тілім кесілсін. Торлы терезе тұсынан ақсаңдай басып қайта келіп, темір нарға шалқалай жатып, қос қолын тарақтап басының астына тастады. Көзі есіктің қақ ортасындағы көздей тесікке түсті. Тесіктің бергі жағы өлім, арғы жағы өмір. Өмір бетте шақырайған жарық, өлім бет күңгірт. Егер үкім күшіне енсе, сол көздей тесіктің қасында сот төрағасы, Засатель тағы басқалары ұйлығып тұрып, Қазақ Советтік Социалистік Республикасы атынан деп бастап үкімнің күшіне енгенін хабарлап кетеді дейді. Егер үкім бұзылса, кезекші төрт бұрышты тесікті шалташып, үкімнің бұзылғаны туралы пәленбай бет қағазды лақтырып жіберетін көрінеді. Бүгін екеуінің қайсысы болар екен? Мына жермен жексен болған жиналмалы керуетте көзді бозартып, көңілді алаңдатып өлтірді әбден. Абылай күндіз ұйықтамайды. Күндіз ұйықтағандар бұл жерде түнде жынданып кетеді. Күндіз ермегі Ақмырзамен шахмат ойнау. Ол ит Сәпентайға ақша беріп тұрса жақсы болар еді-ау. Қолын басының астына тастаған күйі мызғып кетіпті. Салдыр-гүлдір есік ашылғанда атып тұрды. Шашы жаңадан алынған, аяғына резинке галош. Үстіне өлім сапарына аттанар адамның қара жейдесін киген балаң жігітті есіктен қырындай кіргізіп жіберді. Темір есік сатыр-сұтыр қайта құлыпталды. Мынауың Сәпентайдай-ақ қой. Жаңа тұтқын кісенен босаған қол еркім өзіме тиді ме дегендей құшағын жазып жиырылмалы төсекке етпеттей құлады да солқылдай жөнелді. Солығы басылған кезде Абылай ақсақ аяғымен шоқаңдап терезе алдына барып қайта келді. Ату ғой. Ату, деді балаң жігіт бұлығып. Өлтірдің бе? Өлтіргенім жоқ. Өлтірсем арманым болмас еді. Жылама, бұл жерде бірден атпайды. Енді жылап мазаны алма.
деп терезе алдына қайта барды. Желтоқсан жылыстап, қаңтар кетіп, ақпанның ақыруы ай. Жер дүниені ұйытқытып, қыстың күшіне енуін қарашы. Жаңа тұтқын етпетінен түскен күйі басын көтермеді. Арқасының дір-дір еткенін шалқасынан түскен Абылай көзмен емес, көкірегімен көріп жатыр. Нешедесің? Абылайдың таң атқандағы сауалы осы болды. 19-да. Сәпендайдың 2 жас үлкен екенсің. 19-ымда Берлинде фашистерді өлтіріп едім. Мені кісі өлтірді дейсіз бе? Өлтіргенім жоқ. Мынау сен бе деп суреттегі топ баланың ішінен өзімді көрсетті. Иә дедім. Алаңға шыққаныңды мойындайсың ғой, деді. Мойындаймын, дедім. Онда мынауда сен ғой, деп теріс қарап тұрған біреудің суретін көрсетті. Мен емеспін дедім. Менмін деп мойындай бер. Әлгі сен болғасын, бұл да сенсің. Сенің басыңды алатын ешкім жоқ. Көп болса әке-шешең 300 сом айып төлер. Үй ішің шиттей балашаға екен. Сені 10-шы әрі кенжесі болғасын, атыңды Қолқанат деп қойған ғой сірә, деді. Иә дедім. Сонымен өзі мойындады деп. Жә, керегі жоқ. Баяндамай-ақ қой. Мен 4 айдан бер жарық дүниеден бейхабармын. Неге сабағыңды оқып, стипендияңды алып, артыңды қысып жүрмедің? Жақ жүні үрпейген еңгезердей адам торлы терезе алдынан бері жүріп келгенде жаңа жас тұтқын сескеніп қалды да төмен қарады. Әке-шешең сені оқысын деп жіберді ғой Астанаға. Көптен қала алмадым. Достарымнан жырылып отыра алмадым. Шықсам өз еркімен шықтым. Бірақ Савенковты өлтіргенім жоқ. Сен де ұлыны өлтіріп түскен екенсің ғой. Әкел. Абылай Қолқанаттың қара жейдесінің қалтасындағы шиырсықтаулы үкім қағазды жұлып алды. Бұл жағынан тағдырлас екенбіз. Қолқанат суық камерада бүрісіп, қорс етіп мұрнын тартты. Қорсылдама, мен мынаны оқып шығайын. Қолқанат қайта етпеттеді. Абылай қайта шалқалады. Бәтшағарлардың әкелерінің ныспылас болғанын қарашы. Екеумізді де бір үйдің адамдарын өлтіргендей бір қуысқа кеп тыққанын қарашы. Өзі де еңгезердей неме екен. Сендей қазақтың 2 аяғын бір етікке тығамын. Осы сөзі ғана есімде. Басқасын білмеймін. Құлағым естіп, көзім көрген жоқ. Білсем өлтірер ме едім. Анау қорғаушы елде сөздің майын тамызады екен. Өзі менімен жөндеп сөйлеспеді де. Қылмыскердің жастай 17-ге жетер-жетпес жасында соғыс көріп, жүйкесі бұзылған. Ол қатты қобалжыған кездері өзін өзі де өлімге қиып жіберуі мүмкін. Бұны медициналық сарапшылар дәлелдеп отыр. Жалпы 25 жылғы туылғандардың бәрі осындай. Олар тіпті аз қалды. Жәбірленуші әуелі бұның арына тиген. Түсінесіздер ме? Адамдық арына тиген. Ал адамдық ар бәрінен жоғары тұруы керек. Оғанда дақ түссе қалай болар еді? Күнге дақ түссе қалай болар еді? Біз оны күндей қорғауымыз керек. Адамдық ар алдында заң әлі де әлсіз. Құрметті сот төрағасы, сіздің назарыңызды осыған аударғым келеді. Қылмыстың негізін салған қылмыскер емес, жәбірленуші Савенков. Абылай машинкаға басылған өлім үкімінің бірінші бетінен әрі аса алмады да іштей мырс етті. Қылмыстың негізін салған Ағмырза екен ғой, сабазай сүйкемесе жүре алмайды-ау. Өмірі біреуге таяқ жегізгенін көрмеппін. Кілең жұдырыққа тоюмен жүреді. Саптаяқтарды алып, сары сиырды тағы бір сауып келейін деп кетті де, қасық пен көздің арасында жетіп келді. Аш қарынға ел қондырған салғын сыраға Абылай әжептеуір қалжырап қалған. Оның үстіне ұйқы қысып өлтіріп барады. Оның үстіне көсемнің қысқы сарайды қалай алғанын көріп тұрғандай суреттеп, анекдотқа айналдырған мына бір жұлпыстың әңгімесінен құлағы сарсып, жалға бастады. Бұл аймақта, әсіресе Арон сыраханасының маңында Абылайды білмейтіні жоқ. Ардагер, ақпейіл, адал, кезінде спортшы боп күреске түсіп, ақсақ аяғынан бағы жанбаған, отбасында жолы болмаған, домбырасын тыңқылдатып қойып, бір үйде баласымен бірге өмір күйін шерткен қазақы адамды бәрі де іштей жақсы көреді. Ешкімге қиянаты жоқ. Біреу қиянат көрсе өлгенше болсады. Смолныйда 3-ші этажда алғанда 2 қолы жоқ әйел бюстін көрген комиссар. Мынаның қолын кескен кім? Табыңдарда тергеусіз, сотсыз, табанда атыңдар деді.
Кеш туып атылмай қалғанымыз үшін бізді осындай бақытқа жеткізген комиссарлар үшін алмаймыз ба? Оғанда бүгін міне 69 жыл болды, деп Жылпос Алик темір түсіріп келгендей көйлеш күпәйкесінің ішкі қалтасынан бір орыстың айрықшасын сумаң еткізді де қырлық стаканға меймелете құйды. Абылай аға, өзің баста. Соғысты көрген, Смолныйда алмаған мен Берлинді алған ардагерсің ғой. Хе-хе. Абылай көзін шатыната бір қарады да Айшайға қарамай тартып жіберді. Тіске басар бірдеңе болсашы. Көбік сырада келмей қойды. Ашшының үстін ауыртпай жуып кететін. Абылайдың басы айнала бастады. Бұл кәрліктің қол бұлғап шақырғаны. Кәрлік қуаныш емес. Соңғы кездері осылай араластырып ішкенде күрт кететін болып жүр. Сана шіркіннің де тозайын дегені ме? Абылай кезегіме біреу киіп кетті. Мен Алматы тұрмақ Мәскеуде де бірінші кезекте алғанмын дейді. Сен кімсің деп өңменімнен итеріп жіберді. Өзіңді таныстырып қойшы, деп Ақмырза Абылайды қолынан ұстап, сары сиырдың шүпірлеген кезегіне қарай тарта берді. Абылайдың көз алды елес, біресе Бранденбург қақпасы, біресе Смолныйдағы қолы жоқ әйел мүсіні, көз алдын кескестей ме, торсызық алдына келіп көлденең тартыла берді ме? Міне мынау күшті, деп Ақмырза енгізердей көкшіл көзді жігіт ағасын көрсетті. Абылай сылтай басып қасына келген кезде мықтың самбырлап қоя берді. Мен Останкинода бірінші кезекте аламын. Алматыда немене, мен бірінші болмай, сенде ақсақ қазақтың екі аяғын бір етікке тығамын, деп қолын көтере берді. Ақсақтығымды ешкім бетіме баспап еді. Бұл өңірде мені мұқататын ешкім жоқ. Ақсақ болсам 17-де сені қорғаймын деп ақсадым. Оның санасындағы адами түсінікке шақырған ең соңғы ойлар осы еді. Оның кейінгісін өзі де білмейді. Бір қора адам бүкіл сыраханада маңы түгел куә. Мә Абылай, аяма әкеңнің аузын ұрайынды, деген Ақмырзаның даусымен созылған қолы қызыл сапты бүктемелі пышақ. Останкинодан келген боқтанбаздың алқымында кетіп, қан жұлдызша шашырапты. Есін түрмеге келгенде бірақ жиды. Жас тұтқын етпет деген күйі әлі жатыр. Тырбетер емес, соған қарағанда жылынса керек, өксі күні де естілмейді. Абылай үкімнің екінші бетін ашты. Мынау бірте-бірте өлімге бастап әкеле жатқан әріптер өз үкіміндегі эпизодтарды еске салып жіберді. Ит өлген жерден келіп далада өлгенін боқтанбаз иттің інісіне мерекені сылтау етіп қыдырып келген көрінеді. Ақылсыз ит Ақмырза айтады дейді. Қысқы сарайды алған күні Останкинодан келген мықтының қызыл қаны жұлдызша шашырадау деп айтып жүрген сөзін әңгүдік иттің. Мен атылып кетсем, құйрық жалы қысқа Абылайдың артында қалар, жалғызын желеп жебейтін адамның түрі. Құдай маған берешекті, әйелді, баланы, тіпті жолда жүрер серікті неге қимады екен? Жақсылыққа бұрылар жолда неге қитығып қалады екен? Мынаның өлтіргенінде Савенков, ағалы інілі немерелер емес пе екен өздері? Останкинода да бірінші, Алматыда да бірінші боламын. Абылайдың құлағы шуылдап қоя берді. Неге әркім өз жерінде өзі би, өзі қожа болып, өзге жерде қонақ боп құрметпен жүрмейді? Астамшылықты адамнан артық ешкімнің де басына үйіп төкпеген ғой жаратқан ем. Егер Останкинодан келген боқтанбаз аузына ие болса, мен де 10 шақты бет қағазды етпеттеген балаң жігіттің жон арқасына лақтырып жіберді де ұшып тұрды. Тағда бір рет сығырайған торлы терезенің алдына барып қайтты. Көздей тесікке бір қарап кері бұрылды. Өлтірген жоқсың, бірақ мойындайсың. Сонда сен сияқты жігіттің екі сөйлеуіне бола ма? Арлы берлі жүрген Абылай осы сөзді айтуын айтқанмен сәл нәрсеге бола өзімен ерегісуге дайын тұратын Сәпентайын ойлап кетті. Сорлы бала, шеше деп шешенің, әке деп әкенің рахатын көре алмады. Енді сенген серім Ақмырза қол үшін берер қояр ма екен? Неге осы заманда әкесі қандай болса, баласы сондай болады? Әкесінен асып түсуге, басқа жолмен жүруге мойын бұрғызбайтын неткен заман. Әкесі қойшы болса, баласы да қойшы. Әкесі райком болса, баласы комсомол училищесін жақсы тамамдаса, сонда көрер етіңдер Сәпентайды. Сол үшін атылмай қалсам, ең болмаса жылына бір рет келіп, әкесінен дұрыс сөз естіп кетер еді. Жаңа серігі сәл басын көтерді де ұшып тұрды. Мойындасам, суреттегі өзімді мойындадым. Алаңға шықпай тұра алмайтынымды, достарымнан қала алмайтынымды мойындадым. Құлап жатқан біреудің суретін монтаждап, менің аяғымның астына тастапты.
Сен тепкілеп өлтірдің дейді, ол жасақшы көрінеді. Менің сауатым бар. Екеуміздің де өлтіргеніміз бір адамның балаларындай әкелері аттас екен. Осында да соны біліп, бірге қамаған болар. Шалт теріс айналғанда езуі жиырыла берді. Бүгінгі күн кешегіден тез өткен секілді. Қолғанаттың аспалы көпіріндей жон арқасын көріп жатып ақ, уақыт дегеннің дөңгелекше зымырапты. Біреуден екеу жақсы, жалғызды Құдайға ғана жарасқан деген осы. Қабырғалары құзданып кеткен аядай камера ішінде бір жылылық енгендей, басы салбырап отырған Қолғанат екі иығы дірілдеп селкілдей бастады. Тоңып отырсың ба, деді Абылай көздей тесікке тағы бір барып қайтып. Маған емес, шешеме қиын болды. Ал өзіңіз не үшін өлтірдіңіз? Абылай торлы терезеден шалт бұрылды. Бір ауыз сөз үшін. Өткен түн екеуі де тырп етпеді. Үкімді естіп, есі кіреслі шығасылы боп келген жас жігіт алғашқы түнді етпеттеп алып, әлсін-әлсін өксігіне булығып өткізсе, оның бар ойлағаны өзі 10-шы боп емген шешесі екенін Абылай сезіп жатты. Жұбайы қайтыс болғанда сәпентайы 4-ке толған еді. Түнде көзі ұйқыға кетер алдында мама деп жан-жағына қарап жатып, мұрны пысылдап кететін. Бұл дүниедегінің бәрі бір шешеге татымайды екен-ау. Оны қолға қараған ұлы, міне 17-ге жеткенше көріп келеді. Өзі де шешеден ете қалды. Жетім көкіректің қалай құлазитыны да өзіне аян. Ал мына пәтшағар ең жоғарғы жаза өлім жазасы дегенде мамалап шырылдаған да шығар. Кенже екені омыраудың тәтті сарқындысын емгендігі көрініп тұр. Өткен түн тыныш ұйықтап шықты. Аз-мәз әңгіме, көңілге кеткен төте сұрау әлгі жанды жегідей жеген. Атылатын болдым деген аяр ойды әрі itергендей. Қалайы тостақтағы бұламық көжеден бір асай бергенде. Сіз атылатын болғаныңызға өкінбейсіз бе? Деді Қолғанат. Абылайдың басы дың ете қалды. Не дейді мына бәтшағар? 60-тан асқан менің әкем сияқты ғой өзі. Көз қиығын тастап еді, бұламықты жұтпастан жауап күткен сыңайы бар. Өкінбес едім, өкінбейтінім бір адамның қаны мойнымда. Ол ақиқат. Бірақ артымда сенен 2 жас кіші Серік деген, Сәпентай деген немем қалып барады. Соған қиын. Ағайыным жоқ. Дайындаған адамым сенімсіз, деді де тоқтап қалды. Тіпті осы жерде өлім күтіп отыруға да жетелеп әкелген сол баласын дайындаған адамның сұрқылтайлығы екендігін ойлап кетті де, оны аузымнан шығармаспын. Тіпті атылып кетсем де, әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін боп, қарайып жүре берсін, дегенді санасына темір балғымен тағы бір рет шегеледі. Ал мен, деді жас Серігі қалайы кружкадағы сұйық шайды бір ұрттап, мойныма қан жүктемеймін. Ол жағынан біріккен ұлттар ұйымының сарапшысына апарса да тазамын. Алаңға шығып домбырамен ән салғанымды мойындаймын. Шыдап отыра алмадым. Қашанғы шыдаймыз? 2 милиционер алып кеткенше домбырамды қағып, мұнар күнді шырқадым. Бала күннен Серігім домбырам да бірге сотталды. Әуелі оны куә қылғысы келіп еді, аузын ашпай тұрып алды. Деп жүзіне күлкі үйірілді де, қуақы бейне әрі суық, әрі жалынышты күйге ауысты. Егер, Абылай аға, шынымен атылсам, осы әрекетім ғана менің адамдық болмысымды сақтап қалады. Осыған іштей ризамын. Ал жасақшыны өлтірдің дегені жала. Мұнар күнді айтқаным ақиқат. Мойныма ілінген бір статья мұнар күн үшін ғой. Менің сауатым бар. Келтіріпті, әдемі иіп келтіріпті. Сен әншісің бе? Мен композбын, композитормын. Бірге оқитындар композ дейді. Әзір әуес қоймын, кейін нағыз өзі боламын. Сіздің артыңызда Сәпентайыңыз қалса, менің артымда күй табағым қалады. Сатуға жаңа ғана түсіп еді, оны да жиып алмаса. Ала алмайды. Алады. Мен де бұрын солай ойлаушы едім. Атуға бұйырылғалы бұлардың қолынан бәрі келетініне көзім жетті. Өзіммен оқитындар ал үлгірген, олар оңайлықпен қайтып бермейді. Көздей тесіктен бір қысық көз сыңқсын кете қалды. Пасуды деген айқай шықты. Қолғанат 2 тостақ, бір күрішкені сарт ашылған 4 бұрышты тесіктен кезекшіге ұстатты. Абылай өлім камерасындағы 39-шы күнгі әдетіне салып, арлы-берлі жүре бастады. Қолғанат тағы да етпеттей беріп еді, жатпа деген дауыс жерге тұсынан саңқ етті. Бойыңа қан тарат, атылу атылмасың әлі беймәлім, сондықтан қаныңды тарат, сен нағыз композ болмайсың ба әлі. Қолғанат та арлы-берлі майда қадамға салды. Камералас Серігі отыра қалып, қара көпейкесінің қалтасынан бүктеулі дәптермен қалам алды.
Бүгін 3-ші тәулікке кетіп барады. Өзіңнің өмір сүруден, нағыз композдың өзі болудан үмітің бар адамсың ба? Неге шағым жазбайсың? Жазармын. Дәл қазір солардың атын атап жазғым да келмейді. Атуға бұйырылғалы әділдік дегеннің жоқ екеніне көзім жетті. Өтірік үкім шығарып, арамнан мен бала-шағасын қалай асырайды екен солар? Жетеді. Битке өкпелеп тоныңды отқа жақпа. Үндемей отыр. Абылай күпәйке қалтасында умаждалып, кіршең тартқан ақ параққа маржандай әріптерді тізілте бастады. Қазақ СССР жоғарғы сотының төрағасына 60-шы, 65-ші, 88-ші баппен ең жоғарғы жаза, өлім жазасына кесілген қолқанат жазып отыр. Қолқанат төрт бұрышты торды тесіп өткен шымжым сіркіреген болмашы сәулеге маңдайын тосып селт тұр. Тізесіне қойып жазу жазған еңгезерде адамның жауырын тұсы бүлк-бүлк етеді. Өмір үшін бүлкіл деген жауырын осындай болады екен-ау, деп ойлады ол. Бүгінгі ызғардың беті жаман, сірә далада бет қаратпас долы жел, әйтпесе алма бетті шымшыған аяз болар. Пеш атын алған екі тармақ темірі құзданып кеткен кеңестің түрмесі. Тұтқынға қамқорлықтың да қорлықтың да көкесін көрсетіп ақтыр. Құзданған төрт бұрыш шытынаған аяздан қақ айырылып, қар суы тамшылап, ол әр тамшылаған сайын өз ойларымен арпалысқан екеудің аласапыран миы инені соғып алғандай шымырлайды. Егерде теледидар алдамаса, шетелдердің әсіресе өзімізден 45-ші жылы ойсырай жеңілген Германияның түрмесі біздің ақша төлеп жолдамамен барып жүрген курорт саяжайларымыздай, онда бостандықтан басқаның бәрі бар. Неге жетімсіздік пен жаманаттың бәрін біздің ұлы октябрьден нәр алған ұлы халқымыздың мойнына үйе салды екен? Аяқ жылымай дене жылмайды. Абылай мұздай қатқан аяғына жамылғыны тастай ғып байлап қатты дауыстады. Міне бұлай, байлап ал аяғыңды. Ол айтқанын екі етпестен қайта етпет деді. Бұл бәтжағарың шалқалап жата алмай ма? Жанынан туынды шығарар ой адамдары бүрісіп немесе етпеттеп жатады дейді ғой ілім бойынша. Жастық шақтың қызуымен өзі де өлең жазған, күй тартқанда домбыраның бермесін алады. Ықылық атқан адамдай қолқанат селк-селк ете қалды. Көз қиығын тастап еді, арқасы қайта дірілдеп жатыр. Тоңдың ғой бәтжағар бала. Адам тоңған кезде өзінің әлсіздігін білдіреді. Ыстықтаған кезде пысынап шыдай алмай, жаны жай табар сая іздейді. Қоңыр салқын адамзаттың бәріне қайдан табыла берсін. Арқаның дірілдеуі, мұрнының тартылуы жиілеп бара жатты. Бұл неге шалқасынан жатпайды? Өкпені жылы ұстасаң, денеде жылынады. Мұнар күнді айтып тұрып алдым дейді. Мынау дір-дір еткен арқа ғой. Соны айтып, екі милиционер келіп, қолын артына қайырып алып кеткенше әуелетіп тұрып алған азаматың. Мұнар күнді Абылай осыдан 40 жылдай бұрын айтқан еді. Соғысқа бара жатқан өңкей қазақ қызыл вагонның ішінде отырып әндеткенде, осы мұнар күн белгісіз бір әуенмен бірге келіп, көкірегіне құйыла берген. Бірақ онда ортақ жаумен соғысуға аттанып бара жатыр еді. Қалай еді? Мұнарда мұнар күн, бұлттан шыққан шұбар күн. Көңілде мұнар күн жүйткіп барады. Төменгі жиналмалы төсектегі қолқанаттың арқа селкілі жиілеп, үзіліп шыққан өксік үні, талай өлім үкімін күткендерге төсеніш болған жиналмалы төсектің шиқылына қосылып кетті. Абылайдың құлағында өксік үн, көз алдында қолқанат қара домбыраны сабалап, әуелетіп тұр. Қашанғы шыдаймыз дейді өзі өлім камерасында отырып. Қалайы күрішкедегі суық шайдан бір ұттап қойып. Иә, қашанғы шыдаймыз? Оу, қашанғы төземіз? Мынау 19-дағы жігіттің сөзі өтіріктеп көр. Бұның да шыдап кеп түскен жері осы ғой. Қолқанат. Өксік үн сап тыйылды да мұрнын қатты бір тартты. Кел бірге жатайық. Қолқанат қайта айтқызған жоқ. Сүйретіліп тұрды да сәл әрі жылжыған еңгезердей адамның қасына келіп сыйса кетті. Екеуі әдегеннен арқа түйістірді. Бірі жас, бірі шәу тартқан дене, бірі-бірін жылытып, азынаған ажал камерасында тіршілік үшін саусағын созып жатты. Біраздан кейін арқа түйістірген әкелі балалы да екеудің көздері ілініп, осында келгелі алғаш рет тәтті түс көрді. Абылай сәйгүлік мініп жүр екен. Денесі жылыған қолқанат пысылдап жатыр. Тәтті түсін қимаған Абылайдың көзі жұмулы, көңілі ояу. Тұтқын күпәйкесінде шешіп тастап қолқанаттың үстіне жапты. Біраздан кейін арық сүп-сүйір иығына алақанын қойып, бір түрлі тұла бойы босады.
Сәпентайын осылай құшақтайтын. Шешесі о дүниелік болғасын, училищеге түскенше қасына жатып жүрді. Сонда оның танауы пысылдай бастағаннан-ақ қашан қатты ұйықтап кеткенше оң алақанын жаймен иығына тастайды. Қазірде алақан жылуын жанындағы жас тұтқынға беріп ұлын ойлап жатты. Даңғарадай бір бөлмеде бір өзі. Ақмырза келіп тұрмай екен. Стипендиясы күнкөрісіне жетіп жүрмей екен. Бірге оқитындардың бетіне қалай қарайды? Әкесі адам өлтірген дегенді естімейді дейсің бе солар? Әкесі Берлинді алған, отан қорғаған деп ешкімде айтпайды-ау. Жаманат қалай ұшқырсың, жақсылық неткен шабансың. Бәрі адамның өзінен, менің осы жатысымда өзімнен. Ақмырзаға ермей үйімде отырсам, жатып ұйықтасам, ішерімді отбасында ішсем, мені ешкімде астан кинадан келген мықтының қасына арқалап әкетпеседі ғой. Сәпентайым, серігімнің тірі жетімдігін асым қандай, ет жүрегіне тағы да жарасап кеттім бе? Осы жарана енді қалай ғана емдеп, қалай жазар екенмін? Дауаң табылмай жаман жолға түсіп кетер ме екенсің, Сәпентайым? Сенше, композ, сенің көрер жарығың бар ма екен? Кеше есікті шертіп, тесіктен мұрны көрінген кезекші милиционерге шағымды ұстатты. Енді 40 күн күту керек. Толған айдай 30 күн мен түн, тағы 10 күн 10 түн. Одан ете шешпейді. Заңгерлер асықпайтын кезде асықпайды. Өзінің де шағым жазғанына 40 күнге тақап қалды. Абылай көзіле алмады. Бірақ бойынан жүгірген жылы ағын қасындағы бір ананың кенже ұлы, бір халықтың композиторы, қоғамның құрбаны болған түбіт мұртты тұтқынның шым-шым судай бойын жылытқан жанын жай таптырып, әкелік парыз алдында азда болса өзін жеңіл сезінгенде еді. Ұйықта қолқанат, бүгін бір тыныш ұйықтай қой, композитор. Абылай жаймен тұрып есік алдына барғанда 4 бұрыш тесігі ашылып, 2 тілім нан мен 2 кружка шай келді. Ішкісі келмей қолқанатқа қалдырды. Бір мезет ол басын жұлқи көтеріп, өзінің жиналмалы төсегіне қарады да, көп ұйықтап қалыппын ғой деді. Жуынып бір тілім нан мен шайды қолына алған кезде 4 бұрыш тесік сарт ашылды да, қараңғыдан бірнеше адамның сұлбасы көзге шалынды. Бұл прокурор, түрме бастығы және кезекші еді. 4 бұрыш тесіктен сыдыртып оқыған қатқыл дауыс естілді. Абылайдың құлағында қалғаны: ісіңізді қайта қарауға шешім шығарды. 10-нан 10 минут өткенде сіз жалпы камераға ауыстырыласыз, деді де есік қисая ашылды. Шығыңыз. Қолғанат қолынан нан ұстаған күйі қалды. Абылайдың бір тілім наны тағы тұр. Темірнарды арға түйістіріп түнеп шыққан серігі басын изеп қоштасы да қолын артына ұстап есіктен қырындай шықты. Бір тілім нанды қолына ұстап, қалайы кружканы көмкерген бір тілім нанға үнсіз көз салған қолқанат қабырғасы құзданып, көз жасындай боп қар суы тамшылаған камерада жалғыз қала берді. Іле сержант келіп жиналмалы төсекті алып кетті. Түрме заңы қатал. Қанша қатал болса да қалыптасқан ережені бұзып, түнмен тұла бойымды жылытып шыққан адамға хош деген бір ауыз сөзді неге айта алмадым деп қорланып отыр. Абылай Сәпентайының несібесіне атылмай қалды. Өлім жазасы 15 жылға ауыстырылды. 17 жасында соғысқа қатысып, бір аяғын бергені, қос қызыл жұлдыз ордені, еңбектегі ұқыптылығы, ең ақыры бұрын сотталмағаны қойшы, әйтеуір үкім 7 пунктпен бұзылып келіп, қайта сотта 15 жылды арқалап, Маңғыстаудың күшейтілген тәртіпті сым қорасынан бірақ шықты. Қазір тұтқынның тіршілігіне де бой ұсына бастады. Адам 3 күннен кейін тозаққа да үйренеді екен. Оның үстіне Абылай о бастан көнбіс. Ауырды ауырсынбайды, жеңілді жеңілсінбейді, бәріне бірдей қарайды. Күнде көріп жүрген тірлігі болса да, жаңа көргендей ғып атқарады. Осында келгелі көңілін бір тоқ санайтыны, соңынан кездесуге келер кім бар дегенде Сәпентайын жазғызды. Түрме бастығына қайта-қайта кіріп жүріп, соңынан келер жалғыз адам екендігін айтып, 18-ге енді толатын Сәпентайын жылына 2 рет кездесуге шақыруға рұқсат алды. Ол күнде алыс емес. Амандықпен ай өтсе, кездесу күн белгіленеді. Сонда Сәпентайына көп нәрсе айтпақшы. Соның ішінде бір айтары, қолқанаттың күйтабағын тауып алып, тыңдап жүр. Мені сағынғанда бір тыңдарың сол күйтабақ болсын дегелі отыр. Қайда жүр екен сол, көнбіс камбоз. Келген бетте сұрастырып еді, оған қатысқандардың бәрін атып жіберді деді, аузын қомдап сөйлейтін білгіштер.
Көп отырған кәнігілерден сұрап еді, бұрын сотталмаған адамды атпайды, ол заманның астамшылығы деді. Шынында да солай болар. Астамшылық дегенің бастан асып жатыр ғой бұл заманда. Абылай әрі құрылысшы, әрі пешші, қолына балғамен шеге берсе, ағаш пен темірден түйін түйер еді. Мұнда сол өнерінің бәрін тастап, бетоншы боп жүр. Жұмысы ауыр болса да, тыныш жүріп, тыныш еңбектенсең, бостандықтан да бір сәуле боп қалар деп әдейі ауырды қалады. Бірақ бұрынғыдай емес, тез шаршап, қос қары тез салдырап қалады. Жұмыстан кейін біраз жатты да, Сәпентайына хат жазғысы келді. Қалам қағазын алып, Ленин бөлмесіне кірді. Екі жас жігіт бір сынақтан құраған радиоларына ғыр-ғыр бұрып, соңғы хабардан ештеңе тыңдап, жарты алмаған соң инені бір кигізіп, бір алып, бір күйтабақты айналдыра бастады. Абылай Сәпентай деп бастап өзінің бетоншы боп орналасқандығын және бір айда кездесуге шақыратынын, ол үшін сабақтан қалмай күн жібермей жүруін жазды. Екі тықырбас жігіт шыр айналған күйтабаққа инені бір тигізіп, бір алады. Тұқыл үйне сонда да тық-тық етіп, әуезді әуелетіп әкетті. Жай қой деді біреуі. Замполит қазақша тыңдатпайды. О дариға алтын бесік туған жер, қадіріңді келсем білмей кеше көр. Ән Абылайдың тұла бойына сыналап сіңіп барады. Қолы жазуда, көңілі дәл осы қияндағы түрмеге келгелі алғаш рет толқып, тасуы шығар. Ақ мырзамен хабарласып тұр. Стипендияңа көйлек көншек ал. Өзімде артылғанымды жіберіп тұрамын. О дариға алтын бесік туған жер, қадіріңді келсем білмей кеше көр. Ән үздігіп барып үзіліп кетті. Таныстауыз, қандай таныстауыз. Мына бетіне ауыстырайық. Бірақ жай ғой, есікті тартып жап. Мұнарда мұнар күн, бұлттан шыққан шұбар күн. Абылай қағаз қаламын тастап, сылтый басып, тықырбас екі балаң жігітке жақындады. Олар қимыл қыбырсыз, күйтабаққа көз қарашықтарын қадап қалыпты. Буыршын мұзға тайған күн, бура танға шөккен күн. Бұл аға, шырқап жатқан біздің досымыз, тыңдаңыз. Бұлықсып жүрген ерлерден бұрынғы бақыт тайған күн. Ол тіріме? Абылай жүрек тұсын ұстап, терезе алдына отыра қалды. Білмейміз, өзіміз де білмей жүрміз. Абылай сол отырғаннан мол отырып, аттандай шапқан 62 тамырдың атойын басып, аяқталмаған хатты жазуға қайта келді. Хатының соңына, ән тыңдағың келсе, мұнар күн деген күйтабақты тауып ал, деді. Хатты поштаға апарып сала алатын емес, ақсақ аяғын басса, мұнарда мұнар күн деген дауыс кеудесін тепкілеп, құлағы шуылдап кетеді. Келді де хатты жастығының астына тастап, етпеттеп жата қалды. Кешкі тамаққа да бармады. Дәл сол қолқанат секілді етпеттеп, жауырны бүлк-бүлк етіп әлі жатыр. Қайда жүр екен бәтшағар бала? Жарық дүниеде барма екен азамат? Нағыз композитордың өзі боламын деген арманына жеткізер ме екен сені мұнар дүние? Атып тұрды да, ақсаңдай басып көрші барактағы екі жігітке келіп, шетке алып шықты. Інішектер, маған манағы күйтабақты беріңдер. Абылай аға, оны тыңдауға болмайды, ол нағыздың өзі ғой. Оны сендер менен сұраңдар. Міне, мынаған орап аламын, ешкімде көрмейді, деп қалтасынан умар-жұмар шүберек шығарды. Тықырлап алғызған шашының ұшы енді тебіндеп келе жатқан жігіттің бірі. Абылай ағаға сені иктеп, кішкентай күйтабақты әкеп қойнына сүңгітіп жіберді. Ақсаңдай басып орнына жетті. Жұрт тамақтарын ішіп болып, бірі телевизор көріп, бірі доп қуып, бірі қиялға шомып, түрменің тағы бір қоңырқай кеші батып бара жатты. Күйтабақты жастығының астына басып, етпетінен түсті. Шыр айналған күйтабақ кейін нағыздың өзі боламын деп, қалайы күшкедегі суық шайдан бір ұрттаған қолғанат, нағыздың өзі болуға жеткізер ме екен сені мына шыр айналған дүние? Қайдасың, өлімді бірге күткен тағдырласым, көнбісім, композым, неге үндемейсің? Неге сенің дерегіңді ешкім білмейді? Жастығының астындағы аузы желімделмеген конверт пен кішкентай күйтабақ тұла бойын бір жылтып бір суытты. Бір кезде басын көтеріп, аузы желімделмеген конвертті тұтқын жейдесінің қалтасына салды да, қайта етпеттеп таң атқанша ұйқылы ояу жансыз күйтабақпен тілдесіп шықты.
Түнде түс көрсем, сәйгүлік мінген қолғанатты көрсем деп тілеп еді. Көре алмады. Қолғанат. Қайрат Рысқұлбековтің жаны жұмақта жай тапсын. Кезінде тірілер қорғай алмаған қыршынды енді еске алып тұрсақ болғаны.